Сәлем барлықтарыңызға, өте дәмді болып шығатын тауықтың етін духовкада пісіреміз. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең бірінші маринадтаймыз. Мен тазалап жуып алдым. Жақсылап жуып алғаннан кейін суын барынша сырғытыңыздар. Артық судың қажеті жоқ. Тазалап жуып алдым. Енді бұл жерде менде чеснокқа қазір маринадтаймыз. Алдымен маринадтаймыз. Так, мына жерде менде чеснок. Өте ұсақтап туралған. Оған 2 шай қасықтай сұйық май немесе оливковое масло құямыз. Және қалаларынша дәмдеуіштер. Менде бұл жерде паприка. Паприка қоссаңыздар, әдемі түс береді. Сол үшін мен ылғи осы паприканы қосамын. Әр қайсынан 1 шай қасықтан қосамыз. Бұдан соң карри, мінекей. Бұдан да 1 шай қасық. Бұл да ерекше түс береді, және де басқаша дәм береді карри. Қаласаңыздар шамалы ащы болу үшін қызыл бұрышты да қоссаңыздар болады. Және де қара бұрыш. Ең соңында 1 шай қасық тұзды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мен тағы да кішкене ғана паприка қосып жіберем, өйткені түсі әдемі болу үшін. Мінекей дайын болды. Енді біздің қолымызды тазалап жуып алып, барынша қолдарыңызбен осылай алып, бүкіл жеріне жақсылап, тек қана жағып қоймай, бұлай ысқылап тұрып жағасыздар. Сол кезде жақсы сіңеді өзіне. Барлық жеріне жағып шығамыз. Іш жағына да жағасыздар. Мінекей достар, жақсылап маринадтадық. Негізі 1 түн алдын маринадтап, бетін жауып холодильникке салып қойсаңыздар да күшті өзіне сіңеді. Ал мен кемінде 3-4 сағатқа қалдырамын. Мінекей 3 сағатымыз өтіп шықты. Енді противенге пергамент қағазы немесе фольгамызды төсеп, біздің маринадталған тауықты саламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градустай 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш қасықтың көмегімен тесіп қарасаңыздар, өзінен қызыл суы шықпаса, піскен деген сөз. Мінекей достар, біздің тауықтың етіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепте кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.